Сәлем көрермендерім. Жылқының етінен қуырдақ дайындаймыз. Өзімнің дайындап жүрген әдісімен сіздерге бөлісейін деп отырмын. Жылқының жілігі келген болатын. Жылқының жілігі келген кезде біз міндетті түрде еттен қуырдақ дайындаймыз. Әркім әртүрлі әдіспен дайындайды. Енді осы жерде менің дайындап жатқан әдісімді көріңіздер. Етті ірі турап аламыз. Тұздалмаған ет. Барлығын турап алып болғаннан 2 килограмм ет менің дайындайын деп жатқан етім. Енді осыны 2 сағат бұрын ыдысқа салып, барлығын турап, дәмдеуіштерді қосып, мен етті мариновать етіп дайындап қоям. Мына жерде 2 түйір чесноқты майдалап турап алып қосамыз. 1 түйір жуа қосамыз үлкен, 3 түйір лавровый лист қосамыз, 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық, жарты шай қасық қызыл бұрыш қосып араластырып жібереміз. Осы дәмдеуіштердің барлығын араластырып болған соң жылы жерге 2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Дәмдеуіштердің барлығы етке сіңу керек. Бетін осындай салафановый мешокты қоясыздар да, бетін жауып қоямыз. Енді осы дайын болам дегенге шейін картошкамызды ашып дайындап аламыз. Мына жерде ірі картошкалар, бұл енді сәл көптеу. Қуырдаққа негізі картошканы аз қосады да, еті көп болады. Ірі турап аласыздар. Өйткені майдағы турасақ картошкамыз езіліп кетеді. Негізі менің өзімнің отбасым қуырдақ дайындаған кезде қуырдақтың картошкасы сәл көптеу болғанды ұнатады. Енді мен өзімнің қалауыммен дайындап жатырмын. Сәл картошканы көптеу қосам. Сіздер де өз қалауларыңызбен дайындасаңыздар болады. Қазанды отқа қоямыз. Майын көптеу қоям. Менде өйткені мына жерде 2 килограмм ет. Дайын тұрған мариновать еткен етімді қызып тұрған майға салам. Астын отты қатты ашып қоясыздар. Осы қатты қызып тұрған майға әбден етті қуырып аламыз. Бір 5-10 минут қатты отқа қуырып аласыздар. Өйткені етті салған кезде майға саламыз, сол кезде май шамалы суланып кетеді. Сол су сәл тартылғанға шейін қатты отқа қойып қуырамыз. Міне енді су сәл тартылды, астын жабамыз, содан кейін барып жуамен сәбіз саламыз. Енді осы астын жапқаннан кейін бая отта жарты сағат баппен әдемілеп осы етті қуырамыз. Бұл қуырдақтың еті жұмсақ болу керек. Картошка деген тез піседі, етін біраз қуырып аласыздар. Міне біздің енді мына қуырдақтың еті дайын болып қалды. Осыған дайын тұрған картошканы саламыз. Осы жерде енді дәмін көріп жібереміз. Тұзы аз ба, я көп ба. Менікінің тұзы аздау екен, шамалы дұрыс салдым. Картошка салған кезде де астын отты ашып жібереміз де қаттырақ тез араластырып, содан кейін барып картошка араласып болғаннан кейін тағы да астын баяу отқа қойып қоямыз. Міне астындағы майы жеткілікті, ешқандай су құймайсыздар. Осы маймен өзі қуырылып, қазір бетін жаққаннан кейін буланып, буланғаннан кейін сол буға картошкалар өзі тез піседі. Арасында араластырып тұрамыз. Міне енді қуырдағымыз біздің дайын болып қалды. Үштік пышақпен я вилкамен картошканы көруге болады. Жұмсақ пісті ма, піспеді ма, етін де көріп жіберейік. Міне еті де жұмсақ болып пісіп тұр екен. Көрермендерім, осылай мен көрсеткен әдіспен дайындасаңыздар болады. Ұнап жатса лайк басыңыздар. Енді осы дайын қуырдағымызды табаққа саламыз. Әсіресе жастарға енді пайдалы болсын деп мен өз әдісімді осы YouTube каналыма видео ролик қылып салып жатырмын. Міне дайын болған қуырдағымыздың үстіне көп қып жуа салып жібереміз әдемілеп. Сосын дастарханға апарып қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.
көрермендерім, көріскенше сау болыңыздар.